Қайырлы күн достар. Бүгінгі сабақта мен Госоку порталында акт выполненных работ, яғни АВР жасауды көрсететін боламын. Көп адам сұрауымен бұл АВР бір ғана тауар емес, бірнеше тауарға қалай жасау керек екенін көрсетемін. Ендеше кеттік. Ол үшін біз өзіміздің Госоку порталымызға кіру керекпіз. Ол үстіңгі оң жағыңызда ИПК атында сол кісінің жалпы аты жөні тұру керек. Сол жақта рабочий кабинет деген батырма бар. Сол батырмаға кнопкаға басамыз. Рабочий кабинетке басқаннан кейін бізде договоры деген батырма бар, кнопка бар. Оған баспаймыз, соған мышканы апарамыз да оңға жылытамыз. Мои договоры поставщик деген батырма шығады. Сол мои договоры поставщик деген батырмаға басамыз. Басқаннан кейін бізде ұтқан тендерларымыз, договорларымыз осы жерде тұрады. Осы жерде қай договорыңыздың актісін жасағыңыз келеді, АВР-ін жасағыңыз келеді, сол договорға кіресіздер. Одан бөлек мынау нәрсені ескеріңіздер. Сіздің договордың статусы действует болу керек, чтобы біз ол договордың актісін жасай алу үшін. Егер де регистрация казначейства, на подписание, на утверждение деп тұратын болса, онда бізде қазір создать акт деген батырма шықпайды. Енді өзімізге керек договорымызды тауып аламыз. Осының системный номеріне сол жақтағы мынандай номерлер тұрады, сол номердің үстіне басамыз. Үстіне басқан кезде біз договордың ішіне кіреміз. Кіріп тұрмыз. Енді акт жасау үшін информация об оплате деген батырмаға басамыз. Басқаннан кейін бізде қарасаңыздар, міне акт отсутствует деп тұр. Яғни бұл договор бойынша бізде акт жасалмаған, қазір жасаймыз бірге. Сол үшін де бізде создать электронный акт деген батырма кнопка болады. Сол создать актке басамыз. Вы действительно хотите создать дейді. Создать дегенге басамыз. Бізде енді міне актымыз шығып тұр. Статус бізде әлі проект болып тұр, өйткені біз оны кіріп толтырмадық. Енді кіріп толтыру үшін не істейміз? Сол жақта системный номер бар. Сол номерге басамыз. Басқаннан кейін біз акттың ішіне кіреміз. Міне астыға түсірсеңіздер, бізде актымыз осы толмаған. Енді қалай толтырамыз? Мен өзім бірінші добавить представителя дегеннен бастаймын. Добавить представителя дегенге басамын. Ол бізде екінші тұр, міне добавить представителя. Басамын. Тип дегенге всегда міндетті түрде әрқашанда утверждающий от поставщика дегенге басамыз. Сосын астында ИП кімнің атында сол кісінің фамилия аты тұрады. Соған просто выбрать дегенге баса саламыз. Все, утверждающий от поставщика таңдадық, ол бізде міне представитель деп шығып тұр. Енді не істейміз? Келесі шагымыз біздің ол добавить товар деген батырмаға басамыз. Енді осы жерде көп адам түсінбей жатады, көп адам осы жерде қателесіп жатады. Мысалға бізде бір договордың ішінде осындай 5 товар бар. Ол сізде 10 товар болуы мүмкін, 2 товар, 50 товар болуы мүмкін. Сондай кезде актыны қалай дұрыс жасаймыз? Осы жерде мұқият қараңыздар. Енді бізде 5 товарымыз бар, дәл осы договорымызда. Каждый товарды бөлек-бөлек біз қосып шығу керекпіз. Ол үшін мысалы бірінші товарымыз бізде колодка тормозная деп тұр. Соған оң жағында тұрған выбрать деген батырмаға басамыз. Басқаннан кейін бізде міне астында место поставки деген адрес шығады, и оның оң жағында выбрать деген батырма шығады. Байқасаңыздар, мысалы цена за единицу бізде жаңа толмай тұрды. Бірінші выбрать басқан кезде 9240 теңге толды. Енді екінші выбратьті басқан кезде количество мен сумма толды. Енді соңғы екеуін қолмен толтырамыз. Бірінші номенклатурный номер дегеніміз ол қалай? Сізде бір договордың ішінде 5 товар бар. Колодка тормозная номенклатурный номері әдетте 1 болады. Мысалға амортизатор болса екінші товарымыз, оған 2 дейміз, стартерге 3 дейміз, солай кете береді. Уникальный код интин дейді. Енді бұл интин код бойынша алдағы уақыттарда бір сабақ түсіретін боламын. Дәл қазір универсальный кодтар бар, жалпы басқа товарлардың, которые казетин коды бар, сол кодтарды қоя берсеңіздер, ол актілер қазір өтіп жатыр. Сол үшін басқа тұрмай, просто сол кодты қоя саламыз. И добавить деген батырмаға басамыз. Бастық қой, жаңа біз тек қана колодка тормозная дегенді қостық. Енді екінші товарымыз қосу керекпіз. Ол үшін қайтадан добавить товарға басамыз. Енді бізде екінші товар ол амортизатор. Қайтадан выбрать дегенге басам. Цена толу керек қазір менде, міне толды. И астында выбратьті басам, мына екеуі толады. Номенклатурный номер жаңа айтқандай бұл 2 болады. Интин код жаңағы осы кодты қоя саласыздар. И добавить дегенге басасыздар. Міне бізде екінші товар қосылды, көрдіңіздер ме? Дәл солай үшінші товарымыз қоса аламыз. Выбрать дегенге басам, выбрать дегенге басам. Номенклатурный номер бізде 3 болады. Уникальный код жаңағы кодымызды қоямыз. Бұл бізде үшінші товар стартер.
үш товар үстінде тұр. Енді добавить товар деймін. Қайтадан төртінші товарымыз қосамыз. Выбрать, номенклатура номер 4 и код интим. Қайтадан товар, добавить товарды басам и соңғы товарымызды қосамыз. Номенклатура номер 5, уникальный код қосамыз и добавить. Все, міне 5 товарымызды да қосып алдық. Келесі біздің қадамымыз, шагымыз, ол создать накладной деген батырмаға басамыз. Басқаннан кейін, отпуск разрешил, главный бухгалтер и отпустил деп өзіміз шығып тұрамыз, соны бірінші таңдап аламын. Енді номер документа, дата составления дегендерді қақтан аламыз. Біз оны аламыз накладнойдан. Яғни накладнойымызды ашып аламыз. Аштық. И осы жерде міне номер документа бізде накладнойда 1, дата составления 13.08 деп тұр. Яғни номер документа 1, 13 август. Ответственность за поставку деген жерге так біз фамилия атымыз жазамыз. Ол бізде Жанат Лязат. Транспортный организацияға ИП-ның атын қоя салам. Әдетте товардың транспорт накладная бізде жоқ, бірақ сонда да мен датаны қоя салам. И доверенность егер болса, по доверенность номерін, дата доверенность выданын толтырасыздар. Егер доверенность болмаса, оны толтырмайсыздар. Енді дополнительный характеристикаға мен наименование характеристика деп тұр ғой товарды, соны просто бүйтіп копировать етіп қоя салам. Былай алып до конца, мышканың оң кнопкасы копировать и на жерге ставить деген секілді ғой. Осыны копировать ставить қойып аламын. То же самое, номенклатурный номер по порядку жүреді. Бірінші товарға 1, екінші товарға 2, үшінші товарға 3, төртінші товарға 4, бесінші товарға 5 деген секілді. Все, бәрін толтырдық. Сохранить деген батырмаға басамын. Қайтадан астыға түсірем, подписать товар дегенге басамын. И осы жерден өзіме керек әдіспанын тауып алам. И әдіспанның паролін жазам. Все, перейти как подписать еттік қой, одан кейін перейти как-то дегенге басамын. И бізде актыдан бөлек, акт выполненных работадан бөлек внутристрановая ценность деген документ толтыру керекпіз. Яғни сол внутристрановая ценность дегенге басамын. Создать деген батырмаға басамын. Бұл жақта да бізде проект болып тұрады, қазір міне проект болып тұр. Сол системный номеріне, яғни обычный номеріне цифрлардан тұратын, сол номерге басамын. И міне 5 товарымыз тұр. Страна происхождения жазасыздар. Біздің жағдайда ол Китай. Бұл жерге желательно қазақстандық болса да товарыңыз басқа мемлекетте жазған дұрыс, өйткені қазақстандық болса STKZ деген документ сұрайды. Ол STKZ жалпы көп производительдерде бола бермейді. Сол үшін даже если сіздің товарыңыз Қазақстаннан шықса да, оған Китай, Россия, Өзбекстан, Қырғызстан деген секілді мемлекеттерді жаза берсеңіз болады. Енді ДВЦ деген доля внутристрановой ценностей, жалпы Қазақстанның үлесі ғой, процентах. Егер де товар 100% Қазақстанда өндірілетін болса, онда 100 дейсіздер. Немесе там сіз енді көрсетіп тұрсыз ғой, страна происхождения, мысалы мен Китай көрсетіп тұрмын. Жалпы, значит, бұл товарға Қазақстанның жалпы үлесі ешқандай жоқ. Сол үшін бізде доля внутристрановой ценности ол менде 0 болады каждый товарда. Жалпы 0 деп кете бересіздер, өйткені жаңа айтқандай, нәқа Қазақстаннан бөлек басқа мемлекет жазған дұрыс деп. Выписка из реестра КТП деген жерге ештеңке салудың қажеті жоқ. Сохранить деген батырмаға басамын. Так, сохранить басамыз. Одан кейін барып подписать деген басасыздар. Так, иногда сайт қуып қалуы мүмкін. Жалпы сайт қуып қалған кезде в первую очередь обновить етіп көріңіздер страницаны. Мысалы бізде, видите, сайт қатып қалып жатыр. Енді бізде шығып кетіпті. Шыққан жағдайда енді қайттан тез кірейік қазір. Қайттан тез кірейік. Так, рабочий кабинет, договоры, мои договоры, поставщик. Егер де осылай шығып кетіп жатса, ешқандай уайымдамаңыздар. Сіздің жаңағы жасалған жұмыстарыңыз ол сақталып тұрады.
қай жерден соңғы рет шығып кеттіңіз, сол жерден жалғастырасыз. Қайтадан информация об оплате деген батырмаға басамын. Внутрисстановая ценность дегенде жаңа тұрады, мына проект болып тұр. Қайтадан системның номеріне кіремін. Егер де енді сізде шықпаса, осы моментке дейін барлығы нормально болса, дәл осы моменттен жаңа шығып кеткен болатын бізде, дәл осы моменттен ары қарай жалғастырамыз. Сохранить деген батырмаға жаңа басылмады вроде. Сохранить деген басам. Необходимо заполнить страну происхождения в отчете местное содержание деп тұр. Бізде жаңа енді шығып кеткеннен кейін странамыз ұшып кетті, сақтап үлгермедік қой, сохранить деген басып. Сол үшін осы страналардың бәрін қайтадан жазып шығамын. 156 доля отысы жаңағы айтқандай 0 деп шығамыз бұл жаққа. Қайтадан сохранить деген батырмаға басам. Окей деп шықты, көрдіңіздер ма? Иногда мынандай болады Госак порталында. Сохранить деп басқан кезде бір ошибка шығады. Ондай кезде сразу подписать деген басасыздар. А негізі бірінші сохранить, одан кейін барып подписать деген кнопка басылады. Подписать, ECP кілтімізді таңдаймыз. ECP кілтімізбен қол қоямыз. Бізде сонымен внутристорновая ценность бітті осымен. Подписать деген кнопка жойылып кетті. Барлығы подписано, уақытысы, датасы барлығы тұр. Қайттан актіге өтеміз. Міне әлі бізде әлі проект болып тұр. До конца бітірмедік. Қайттан системный номерге кіреміз. Кіргеннен кейін бізде міне прикрепите электронный копия документов деп тұр. Осы жерге қандай документтеріңіз бар, сол документті тіркейсіздер. Біздің жағдайда тек накладной, ол сізде қосымша сертификат болуы мүмкін, товардың транспортын накладной болуы мүмкін. Қандай документтер бар, тіркей деп айтып жатыр сізге заказчигіңіз, сол документтің барлығын осы жерге тіркесеңіз болады актың ішіне. Так, кішкене уақыт алады. Біздің жаңағы документімізді портал антивируспен тексереді, жалпы угроза бар ма, жоқ па, қандай документ салып жатсыз, соның барлығын тексереді. Сол үшін ол белгілі бір уақыт алады. Так, иногда андай болады, ұзақ ойланып кеткен жағдайда да, жаңағы айтқандай, бір через страницаны. Иногда портал қуып тұрады, жай істейді, это нормально. Мысалы бізде жаңағы прикрепить етілмей қалды, документ етілмей қалды. Қайтадан жаңағы накладнойымызды таңдаймыз, қайтадан ECP кілтімізді жазамыз и қайтадан күтеміз. Кейбір заказчиктер даже прикрепленный файлға қарамайды. Иногда мысалға қандай болуы мүмкін, накладной сізде болмауы мүмкін. Накладнойды заказчигіңізге бердіңіз, заказчигіңіз ол накладнойды сізге қайтадан обратно фотосын бермеді. Мысалы басқа қалаға апардыңыз товарды деген секілді. Сондай кезде жалпы көп заказчиктер, әсіресе Госак порталында накладной қарай бермейді. Мына осы жерге негізі прикрепить файл деп документ жүктеу керек. Біз тағы бір рет көрейік. Егер болса жүктеледі. Егер документ жүктелмей жатса, даже без документов те накладнойсызда актына жібере беруге болады. Так, оға дейін, накладной жүктелгенге дейін сіздерге бұл жалпы өтініш десек те болады. Егер де бұл ақпаратта сіздерге пайдалы болып жатса, және де осындай тегін, құнды видеоларды көп көргілеріңіз келсе, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, және де қандай сұрақтарыңыз бар, қандай видеоларды күтесіздер, сол жайлы комментарияға жазырсаңыздар, комментарияда оқып, қандай тақырыптар көп кездесетін болады комментарияда, сол тақырыптарға жалпы видео түсіріп отыратын боламын. Яғни лайк, подписчик көп болған сайын бұл каналды жүргізуге менде былайша айтқанда мотивация көбірек болады. Енді бізде қарасаңыздар, міне сайт иногда осылай қуады, это ничего страшного. Енді бұл кезде просто утвердить деген кнопканы басып саламыз. Утвердить деген батырмаға басамыз. ECP кілтімізбен қол қоямыз. И, пожалуйста, подождите, вы подтверждаете данный электронный накладной дейді. Все. Енді любой договордың бөліміне басып, договор согласования ма, односторонним расторжением, разница жоқ, қайтадан информация об оплате басасыздар. Бізде жаңа статус проект болып тұрды ғой. Енді на согласование у заказчика деп тұр. Осымен біздің актымыз бітті. Бүгінгі сабақ жалпы видео сіздерге пайдалы болды деген ниеттемін.
Енді өзімнің кішігірім қызметтерімді таныстырып өтейін. Егер де сіздерге консультация керек болса, товарды Қытайдан алдырту керек болса, тендерге қажетті сертификаттар мен актілер, акт идентификация деген секілді документтер керек болса, сосын открытый конкурс работа услугаларға қатысу керек болып жатса, оған квал требование жинау керек болса, немесе жаңағыдай тендерді үйренгіңіз келсе, оқыту керек болатын болса, ақылы түрде маған шықсаңыздар болады. Осы астында тұрған номерде WhatsApp бар, сол WhatsAppқа жазасыз, өзіңізге керек қызметті айтасыз, ары қарай уже жеке консультация болатын болады. Сіздерге жалпы видеолар пайдалы деген ниеттемін. Міндетті түрде жаңағы айтқандай видеоға лайк басып, комментарий жазып және подписка жасап отырыңыздар. Көп подписчик болған сайын көп видеоларда бола береді. Сау болыңыздар.